полициясы қоғамдағы құқықтық тәртіпті, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін еліміздегі аса маңызды құрылымдардың бірі. Тәртіп сақшыларының кәсіби біліктілігі мен сертіне беріктігінің арқасында қоғамда тұрақтылық қалыптасып, адамдардың құқық қорғау органдарына сенім арта бермек. Осындай құқық қорғау саласында ұзақ жылдар қызмет еткен ардагерлердің қазіргі жастарға берер тәлім-тәрбиесі өте мол. Армысыз көрермен, эфирде сақшымен сырласу. Бүгін бізде КСРО Ішкі істер министрлігінің мінсіз қызметі үшін марапатталған ауған соғысы, сонымен қатар ішкі істер органдарының құрметті ардагері Бағыт Дағарұлы Дағаров. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Биыл Қазақстан полициясына 30 жыл. Сіз осы ішкі істер органдарында кеңестік жүйе кезеңінде де, қазіргі тәуелсіздік жылдарында да осы полицияда қызмет еттіңіз. Осы туралы кеңінен айтсаңыз. 1968-70 жылдары әскер қатарында болып, қарапайым жұмысқа орналасқаннан кейін 71 жылы енді о мезгілде партияның мезгілі, кеңес одағының мезгілі, комсомолдық жолдамамен осы ішкі істер органдарына жұмысқа келдім. О мезгілде енді милиция деп аталады, қазір енді егеменді Қазақстан болғаннан кейін полиция деп өзгерді ғой. Бірақ енді о мезгілдегі заман мен қазіргі заманның өзі екі талай. О мезгілдегі қиыншылықтар көп болды. Мен енді қатардағы милиционер болып жұмысқа кірдім. 71 жылы мынау енді Фетисов көшесі бойындағы қалалық ішкі істер бөлімінде сонда милиционер болып қызмет атқардым. Бұл мезгілдегі енді милиция мен қазіргі полицияның айырмашылықтары өте көп. Ол мезгілде енді кадр мәселелері өте жетіскіремейді. Біздер енді сол мезгілде ақшасы аз, милицияның соған қарамастан енді қызмет атқардық. 71 жылы кіріп, сол жылы сол жолдамамен оқуға кеттім. Ол мезгілде енді Союз болып тұрған мезгілде мына Асырқындағы 2 жылдық милиция мектебіне түсіп, 73 жылы осы қайтып оралдым. Сол қайтып келгеннен кейін де ол мезгілде генерал Омаров дейтін начальник ұғдымыз болды. Соғыстың бұйрығыменен қалалық ішкі істер бөліміне, сол Уголовно-розыскіге, қылмыстық іздестіру бөліміне инспектор болып жұмысқа орналастым. Сол мекемеде, қалалық ішкі істер бөлімінде көп жылдар бойы еңбек атқардым енді. Қатардағы инспектор болдым, аға инспектор болдым. Бастықтың көмекшісі, дежурный болдым, тергеуші болдым. Содан бертін келе облыстық ішкі істер басқармасына Уголовно-розыскіге ауысып, сол жерде әртүрлі жұмыстар жасадым. Сол 80 жылдар ма екен, сол Уголовно-розыскіден мына Назани дейтін мекеме ашылғаннан кейін, жұмыс ашылғаннан кейін, сонда старший инспектор болып, сонда біраз қызмет атқарғаннан кейін, сол қайтадан сол қылмыстық іздестіру бөліміне қайтып оралдым. Сол 80 жылдарда аға инспектор болдым, бөлімше бастығы. Сол 95 жылы қалалық облыстық ішкі істер басқармасының сол қылмыстық іздестіру бөлімінің орынбасары болып, сол зейнеткерлікке шықтым. Енді ол мезгілдерде жаңағы айта кету керек, жаңа милицияның мезгіліндегі қалалық милицияда жасаған мезгілде қиындықтар өте көп болды. Әсіресе мынау енді кадр мәселесі, транспорт мәселесі, қылмысты ашу мезгіліндегі. Енді қазір қарап отырсаң, бүкіл техника, мынау қазіргі енді көшеде көріп тұрады, мынау енді видеонаблюдение, олардың біреуде болған жоқ. Қылмысты жаңағыдай көшеде жүріп, сол жаяу жүріп, енді кейде бір жаман жасайды деп машина болады, ол барлық кісілерге жетпейді, біреу мініп кетсе, екіншісі жаяу жүреді. Соған қарағанда қазіргі енді полицияның жағдайы өте жақсы деп ойлаймын. Себебі осы әлсін-әлсін телевизордан көрсетіп жатады. Жаңағы мынау ГАИ-ға, анаған бәріне де транспорт бөліп, жақсы көмектесіп жатады. Ол енді облыстық әкімдік болар, жоғарыда министрліктен болар. Сондықтан да енді қазіргі жасап жатқан жас жігіттердің қылмыстық іздестіру бөліміндегі олардың енді бізден гөрі жаңағыдай нелері жоғары деп ойлаймын. Жаңағыдай қылмыс ашу жөніндегі жаңағы астына мінетін машинасы бар, көретін жаңағыдай видеонаблюдениесі бар дегендей, сондықтан білімдері де жоғары сияқты. Сосын енді жанұяға келетін болсақ, мына Иманова Роза Пазылқызы дейтін мен жолдасым, осы как раз 73 жылы мен оқу бітіріп келгенде бұл кісіде сол балалар бөлмесі дейді, есік комнат милиция, соған инспектор болып жұмысқа орналасты, бірталай жыл сонда жасады. Сол 74 жылы тұрмыс құрдық, артынан сол тергеуге ауысты. Тергеу бөлімінде көп жылдар қызмет атқарды. Бертін келе сырттай сол Қарағанды жоғарғы мектебін бітірді. Осы Атырау облысы бойынша 96 жылы екен, жаңа бірінші болып полковник званиясын алып. Енді ұлым Ринат, ол да енді біздің жолымызды көп, әке-шешесінің жолын көп.
90-шы жылдар сол Шымкент қаласына орналасқан 2 жылдық медицина мектебін бітіріп, осы қалалық істер бөлімінде облысқа аппараты бәрінде жасап, қазір ол енді отставкаға шықты. Енді жұмыс істеген мезгілде түрлі қиыншылықтар болды, қылмыс ашу жөнінде. Енді семьяда 2 жасағаннан кейін семьяда да енді қиыншылық болады ғой. Енді кейде жаңағыдай балабақшадан балаң алынбай қалады, кейде апарылмай қалады, бірінде командировка кетіп қаласың, бірінде күнде көтеріп келеді дегендей. Соның бәріне шыдай білдік. Енді менде өзі бір бала, бір қызым енді осы мектеп бітіргеннен кейін 10 мезгілде гимназия, лицей дейтін ештеңе жоқ болды да, осы 16-шы мектепте спецкласс дейтін болды. Соның ағылшын тілін бітіріп, 10 жылықты сол ағылшын тілінде бітірді. Осы Атырау университетінің сол жылы, оны бітірген жылы переводский дел дейтін енді тілмаштық мамандық жөнінде факультет ашылып, соны бітіріп, қазір осы шетелдер мекемесінде жаңағы өзінің несі бойынша, жаңағыдай линиясы бойынша жұмыс жасайды. Оның да енді семьялы балдары бар, 2-3 баласы бар, ұл қызы бар. Оларды есейіп, алдыңғы енді жиеніміз қазір осы нағашы мамасының жолын қуып, жаңағыдай заңгер мектебінде оқиды, жаңағыдай колледжде, сол 2-ші курсын оқып жатқан сияқты. Жауабыңызға рахмет. Осы жаңа айтып кеттіңіз, осы ең алғашқы рет осы Гурьев полиция инспекторы болып жұмысыңызды бастаған екенсіз. Сол кездегі бір есте қалған естелігіңіз бар ма? Ең алғаш инспектор болып келген кезде. 70 жылы оқып бітіріп келгеннен кейін қалалық ішкі істер бөліміне, қылмыстық іздестіру бөліміне инспектор болып жұмыс жасап жүргенде енді талай қиындықтар болды. Соның ішінде бір айта кететін нәрсе, ең бірінші бір материал түсіп, ол мезгілде енді мынау горком, обкомның контролінде тұрған материалдар болады. Содан жаңағыдай мына Совет үкіметінің мезгілінде совхоз, ұйымшарларда сондай мал болады. Соны мына күзге қарай, әсіресе ірі қара мал, уақ-жандық жаңағыдай қойлар нелерін әкеліп, мына қаланың ішіне орналасқан ет комбинатына әкеліп тапсырады. Сол мезгілде қаланың ішін жай ойлап келгеннен кейін енді бір отар қойдың. Сол мезгілдерде жаңағы уақ өсірім балдар, басқа да енді ересек адамдар соны пайдаланып кейбір малдарды ұрлайды жаңағыдай. Сол енді ол мезгілде тапқанандай резонанс болмайтын сияқты, бірақ сол ішінде енді болшылық управлениенің бастығының хаты ма бір сол обкомға барып, наркомға барып, сол контрольға алып, сол жаңағыдай мына ұрлайтын кісілер табыңдар дегендей жаңағы сол бір мәлімдеме болды. Сол енді мен оқып бітіріп келгеннен кейін маған тапсырды. Енді ол мезгілде екібастан жаңағы машина жоқ. Жаяу жүресің, сол Мәскембет төңірегіне барып, жаңағыдай 2-3 жасөспірім балдарды тауып, соған алып келіп, жаңағы ол мезгілде мына жасөспірімдердің ісін жаңағы прокуратура жүргізеді. Соған бір тапсырып, бұл тапсырсам ол материалды алмайды. Себебі жаңағы тек қана олардың айтқан сөзінен басқа жаңағы қойдың материалы болу керек, қойдың терісі болу керек. Сонымен бір айдай жүргенмін, есімде бар, барам, алып келем, әйтеуір соны өткізіп, 2-3 бала артынан енді істі болды. Бірақ оларға енді жасөспірім болғаннан кейін андай енді ұзақ мерзімге жауапкершілік болмаған сияқты. Бірақ енді өте қиындық көріп, сол есімде қалған сол бір оқиға еді. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, өзіңіздің жарыңыз да, балаңыз да осы полиция қызметкерлері. Жалпы осы қазір полицияда погон таққан жас жұбайлар көп. Өзі де, жұбайы да. Осы жас жұбайларға погон таққан полиция қызметкерлеріне қандай кеңес берер едіңіз өзіңізден? Енді мынау полиция қызметінің өзі өте ауыр жұмыс. Сондықтан да жаңағыдай енді сен сұрағыңа байланысты ол енді әуелден өзі мамандық таңдағаннан кейін осы полиция қызметін енді 2 жұбайы, ері, әйелі, жұбайы бірге таңдағаннан кейін сондықтан бұл жұмысқа өте жағдай берік болу керек. Бұл жұмыстың өзі өте қиын жұмыс. Енді бұған бір жағынан таза болу керек. Енді баяғыда ертеде үлкен кісілердің айтатыны бар, бұл жұмыстың өзі мынау стораның жүзіндей пышақтай, былай қарай тайып кетсең қызға кетесің, былай қарай тайып кетсең суға кетесің, ақ болуың керек. Ешкімнің алар жағын аттамауың керек өз алдына. Сондықтан семьяда жаңағыдай жанұяда жаңағы не болғаннан кейін ол біреу ерте кетіп, біреу кеш келіп жатады, біреу жаңағыдай дежурствоға тұрып қалып жатады. Сондайда әңгімелер басталуы мүмкін, сен анда болдың, мында болдың деген, ондай әңгіме болмау керек. Сонда бірімен бірі түсіністік болатын болса, ол енді сол мына біздің жасымызға жетіп, отставкаға сол дұрыс шығады деп ойлаймын жаңағыдай. Одан жаңағыдай енді біріне бірі біздің мына көрген өмірімізден, тәжірибемізден жаңағыдай сондай жалғастыра беретін болса, сол жас маманның ішінде ол да біздің жолымыз қуат деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет. Осы еңбек жолыңызға қарасақ, жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, қылмыстық іздестіру басқармасында қызмет еттім дедіңіз. Жалпы осы қазіргі қылмыстық іздестірумен
Осы сіздің еңбек еткен кезіңіздегі қылмыстық іздестіру қандай баға берер едіңіз өз ойыңызбен? Енді қазіргі полиция мамандары менен ертедегі біздің істеп кеткен мезгілімізбен салыстыратын болсақ, ол мезгілдегі бірінші кадр мәселесі. Кадр мәселесінде ол мезгілде мынау жоғарғы оқуын бітірген, орта оқуын бітірген адамдар шамалы болды. Біз енді көбіне кейбіреулері бар оған 10 класс, 8 класс бітірген адамдармен қызмет жасадық. Бірақ енді олардың ішінде жаңа дипломы жоқ деп айтуға болмайды, ішінде жақсы жасағандар бар. Қазіргі уақытта келіп жатқан енді қызметкерлер, қазіргі қылмыстық іздестіру бөлімінде жасайтынның бәрі де маман адамдар. Енді көбі жоғарғы оқуын бітіргендер, соның ішінде қазір енді мына бұрын Қарағанды жоғары мектептерінің бәрін академия деп атайтын сияқты, соны бітіргендер. Я болмаса басқа жаңағы азаматтық жоғарғы оқу орындарын, жаңағы заңгер мамандықтарын бітірген адамдар естимін осы болып жүргендерде. Сондықтан да олардың бәрі қазіргі уақытта жаңағы қылмыстық іздестіру бөлімінде жасайтын полицейлер өте сауатты деп ойлаймын. Жан-жақты тек қана жаңағы өзінің жұмысы емес, басқа жағынан да сауатты. Сондықтан да енді қазіргі болып жатқан қылмыстардың өздері біздің уақытпен салыстыруға болмайды қазір. Кейбір қарап отырсаң, кейбіреулері жаңағы сол үйдің ішін 15-20 метрдің ішін тонап кету, көшеде жаңағыдай енді біреудің бірдеңесін тартып алу, телефон тартып алу дегенді естіп отырамыз. Сондықтан да кейбіреулері осы қылмыстардың көбі кейде тез ашылып жатады. Сондықтан да қазіргі уақыттағы полиция қызметкерлерінің, оның ішінде қылмыстық іздестіру бөлімінде жасайтын адамдардың жоғары деңгейдегі жұмыскер екенін көрсетеді. Оның ішінде жаңағыдай кейбіреулер көрсетіп жатады. Жас маман, жас жігіттер осы марапатталып жатады. Соған қарағанда біз оған риза боламыз. Ол енді біздің артымызда жалғастырып келатқан біздің ұрпақтарымыздың жұмысқа сол жақсы қосылып, жақсы игеріп кетуі деп ойлаймын. Енді осы тәуелсіздік алғаннан кейін милиция органдарының атауы полиция болып өзгертілді. Осы милициядан полицияға өзгертілген кездегі айырмашылықтар мен өзгерістер бар ма еді? Енді бұл сұрағыңызға милиция мен полицияның айырмашылығы былай қарағанда ол енді жоқ деп айтуға болады. Қазіргі полицияның енді үлкен басшыларынан бастап, жаңа қарап отыратын болсақ, бұрынғы біздің жасаған мезгілімізден көп айырмашылықтар бар деп ойлаймын. Себебі халықпен тікелей қатысы, халық алдындағы жаңағыдай жиналыс мезгіліндегі телевидение болсын, былай да жаңағыдай өздерінің ақпарларын беріп отыруы, болған ауыр қылмыстардың жаңағыдай жария қылып, ашылып жатыр ма, ашылмай жатыр ма, соны білу жөнінде. Кез келген азамат барып, өзінің арызы берілген жағдайлар болатын болса, қазір өлі уақытта барып, кез келген уақытта барып білуге болады. Сондықтан да қазіргі полицияның қызметкерлерінің, басшыларының бұрынғы милицияның кішкене айырмашылығы ол халықпен жаңағы тығыз байланыстылығы деп ойлаймын. Енді бұрындағыдай қазір енді бұрын милиция мезгілінде Москва болып соған жалтақтап қарай береміз ғой. Қазір ол Москва жоқ, сондықтан да өзіміз егеменді болдық. Астанамыз бар, президентіміз бар дегендей. Сондықтан өзіміз егеменді болғаннан кейін ол өзіміздің полиция, өзіміздің қорғанымыз деп ойлаймын. Сүбелі, боямасыз әдемі сұхбатыңыз үшін көптен көп рахмет. Ерлік жан дүниенің қасиетті демекші, өмірінің көп бөлшегін осы құқық қорғау саласына арнаған ардагерлермен кездесіп, олармен сұхбаттасу біз үшін үлкен мәртебе. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыздар.